Сәлем баршаңызға. Сіздермен бірге Беханова Жеңіскүл Зигзаг KZ арнасы қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен бүгін сіздерге осындай 3 түсті матадан құрылатын ерекше құрақты үйрететін боламын. Ақ түстен, морковный түстен, көк түстен құралған. Өте әдемі, көздің жауын алатын құрақ. Ол үшін бізге қажет 30-да 30 көк түсімізден 1 шаршы қажет. Және 30-да 30 ақ түсімізден 1 шаршы қажет. Және морковный түсімізден мына шаршымыздың көлемі 8-да 8-ден 16 шаршы. Және ақ түсімізден 8-да 8-ден 16 шаршы қажет. Енді біздің жұмысымыздың барысы осы көк шаршымызға ақ шаршымызды үстінен бекітеміз. Мен алдыңа сызып дайындап алдым. Былай 3 сызық сыздым, былай 3 сызық сыздым. 2 сызық тігетін, былай сызық ортаңғы сызық қиятын, және мыналар қиятын сызықтар. Енді осыны тігіп аламыз. Осыдан 8 шаршы шығады. Міне тігіп алдық шаршымызды. Енді осы шаршымызды қиямыз. Енді осы тігіп алған шаршымызды дайын болған қиямыз енді. Міне қиып алдық. Енді мына бұрышын осылай қиып шығамыз. Міне қиып дайындап алдық. Енді бізге мына морковный түсіміз бен ақ түсімізді бір-біріне тігеміз. Өйтіп бүкіл шаршыларымызды осындай қылып тігіп аламыз. Міне ақ пен морковныйымызды тігіп алдық, осындай болып шықты. Енді осыларды тігіп аламыз. Енді осылай тұрған шаршымызды міне осылай тігіп, шахмат құсатып, барлығын осылай тігіп аламыз. Міне шахмат болып шықты. Міне. Енді мыналарымызды тіккендерімізді тігіп аламыз. Міне құрағымыздың бірінші қатары дәл осылай шығады. Енді осыларды тігіп аламыз. Міне бірінші қатары осындай болып шықты. Әдемі, көздің жауын алады. Енді екінші қатарын дайындаймыз. Құрағымыздың екінші қатары міне осылай болып шықты. Енді осыларды қосып аламыз.
Бұл жерде шамалы нелер бар, өзгешеліктері бар құралған кезде. Мына көгі мына жақта жоғары қарап тұратын болса, мына уже үшінші несінде мынаны бүйтіп төмен қарап тұрады. Сосын мына да бірінші морковный шығатын болса, мына жерде бірінші ақ түсетін болады. Міне, екінші қатары осындай болып шықты. Енді осыны қосып тастаймын. Былай шығады екінші қатар. Міне құрағымыз екі қатары осындай болып шықты. Міне екі қатарын қосқанда осындай болып шықты. Бұл жерде мына ортаңғы нелері адамды шамалы шатыстырады. Енді осыны міне үшінші қатарымыз осылай болып шығады. Енді осылардың бастарын қосып аламыз. Міне осындай болып шықты үшінші қатарымыз. Қосып тастаймын. Міне қосып қойдық үшінші қатарын. Құрағымыздың төртінші қатары осылай түседі. Енді осыларды тігіп аламыз. Енді осы қатарымызды тік қосып тастаймыз төртінші қатарымызды. Міне құрағымыздың арты осындай болып шықты. Енді алдын көрсетем. Міне құрағымыз үш түсті матадан құралған ерекше әдемі көздің жауын алатын құрақ. Үйреніп алыңыздар, игіліктеріне пайдаланыңыздар. Бұл жерде күрделі дейтіндей, мына жерлері бір-біріне келіп тұр, басқаша келіп тұр. Мына жерін қара былай түсіп тұр, екі көк. Көрдіңіздер ма? Өте әдемі құрақ.